деңгейіңе түспей ақ қойыңызшы, пожалуйста. Сенің деңгейің не, Айдана, сен өзің деңгейіңе Сен көп сөйлейсің, қыздар. Біріншіден, Ақерке, екіншіден сен мәселенің байыбына бармай. Ақерке, Айдана, сабыр. Сәлем оқырман. Адамның шыдамының да шегі бар. Әркімнің ішкі дүниесінде үнсіз күрес жүреді, ал бір күні бәрі жарылады. Сол күн Ақерке үшін дәл сондай күн болды. Ұзақ уақыт бойы жиналған реніш, жасырып келген ашу, бәрі бір сәтте сыртқа шықты. Ол Айданаға тік қарап тұрып, 30-ға келген сорлысың деді. Бұл сөздер мұздай су құйғандай болды. Айдана бір сәтке үнсіз қалды. Оның беті қызарып кетті, ал жанары долыға толды. Ол мұндайды күтпеген еді. Фонмен не айттыңыз? Ойнақтап жүр деген. 30-ға келген кімсің деп айттыңыз? Ол да маған айтты, сенің деңгейіңе түспеймін деді. Жоқ, сіз не деп айттыңыз? 30-ға келген сорлы емеспін мен сен сияқты дедім. Енді сорлының қандай қатысы бар мына жерде? Жоқ, просто отырып қалған екен, үшін рас қой, ол маған неге деңгей. Ақеркенің сабырлы келбетінің артында осыншалық ашу, дәл осындай ауыр сөз барын білмеп еді. Ал шын мәнінде бұл бір сәттік эмоция еместін. Ақерке көп нәрсені көтерді. Айдананың екі жүзділігі, сырт көзге жақсы көрінуге тырысып, шындықты бүркемелеуі бәрі жүйкесін тоздырды. Ол тек сөз үшін емес, шындық үшін айтты. Бірақ шын мәнінде бұл кикілжің тек қыздар арасындағы ұрыс емес, сезімдер мен өтіріктердің қақтығысы болатын. Айдана біраз уақыт бұрын Сатдәулетке сезімін ашық білдірген. Неге үміт бердің? Неге өзің келіп, енді мені бөтен қылғандай болдың? Деген еді. Сатдәулет ештеңе демеген. Себебі жауабы бар еді, бірақ ол жауап енді еңлікпен байланысты. Күтпеген жерден Сатдәулет пен еңліктің арасында бір сезім басталды. Айдана көңілі қалған, бірақ іштей әлсіз. Еңлік бәрін көріп, үнсіз күрескен, енді жүрекке ерік берген қыз.